Әлемдегі ең мықты ойыншы Криштиану Роналдуның ағылшыны қандай? Менің есімім Мағжан Советбек, мен ағылшынды тиімді жолмен үйретемін, осы парақшаға жазылып қой. Алдымен Роналдуның жақсы жақтарынан бастайық. Роналду сенімді спикер, еркін сөйлейді. You have to be focused, you have to concentrate, you have to be professional at least. Кейбір күрделі сөздерді қолдануды біледі. Epigenetic, it's what you do with your genetic. Ал енді минустарына көшейік. Роналду жиі қате жасайды. Let's believe on that and working on that. A little bit more quicker and Анда-санда сөйлем структурасында шатасып қалады. to live the life. Ал айтылымында анда-санда қателер бар, португалиялық акценттің әсері шығар. Sometimes we need patience, consistency and persistence. Бірақ бұның барлығына қарамастан Роналду жаман спикер емес, ағылшынды жақсы меңгерген, оның деңгейі B2, upper intermediate. Егер сізде күнделікті өмірде ағылшынша еркін сөйлеп үйренгіңіз келсе, менің арнайы 7 күндік Everyday English курсыма қосылыңыз. Бағасы тек бүгін, соңғы күн 4990 теңге, ертеңнен бастап бағасы көтеріледі. Жеңілдікпен тіркеліп үлгергіңіз келсе, осы видеоның астына Сәуір деп жазыңыз.